Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Малға жарлылық, ақылға жарлылық, сорлылық. Еліктің мойнын оқ кеседі, ердің мойнын жоқ кеседі. Адамның бойындағы жақсы жағы ашуланып тұрғанда басылғаны. Адамның бойындағы жаман жағы жақсылық жасап тұрып басынғаны. Не болса да жеті орында үндемеу керек. Егер шындықты білмейтін болсаңыз, үндемеңіз. Ашуланған кезде үндемеңіз. Егер сөзіңіз адамды ренжітсе, үндемеңіз. Егер сөзіңіз достықты бұзатын болса, үндемеңіз. Егер сөзіңіз адамды ренжітсе, үндемеңіз. Егер сіз айқайламай сөйлей алмасаңыз, үндемеңіз. Егер сіздің үнсіздігіңіз адамдарды құтқара алса, үндемеңіз. Хан қарақшы, халық сарапшы. Халық түзетпегенді қалып түзетпейді. Менің артымнан жүрме, мен сені адастыруым мүмкін. Менің алдыма түспе, мен сені аңдуым мүмкін. Менімен бірге жүр, бәрін жеңеміз. Үнді даналығынан. Жыртық киім ішінде жаны жайсаң адам бар. Бүтін киім ішінде не сықылды надан бар. Сыртың емес, сондықтан ішің ашып қараңдар. Жылтыраққа қызықсаң, адасасың адамдар. Ата-бабамыздан қалған 5 насихат. Орынсыз өтірік айтпа. Өтірік несібеңді жеп қояды. Ішімдік ішпе. Ішімдік сауатты жеп қояды. Басыма іс түсті деп қайғырма. Қайғы өмірді жеп қояды. Садақа бер. Садақа бәлені жеп қояды. Әр нәрсеге қанағат ет. Қанағат күнәні жеп қояды. Кісіге етпе жамандық, қайта соғар өзіңе. Құдығыңа түкірме, су ішерсің көзінен. Төмен жанды кемсітпе, не боларын білмессің. Іс түскенде басыңа, зар боларсың сөзіне. Арғымаққа міндім деп, достарыңмен санаспа. Артқы топтан адаспа. Ғылымым жұрттан асты деп, күніңде өзім болдым деп, кеңессіз сөз бастама. Кең пейілге таласпа. Жеңемін деп біреуді, артық үшін айтысып, өтірік сөзбен қостама. Мынау тұрған мен де, анау тұрған сен де, құрт құмырсқа жейтұғын айналамыз жемге, көкіректі керме. Жыртық киім ішінде жаны жайсаң адам бар. Бүтін киім ішінде не сықылды надан бар. Сыртың емес, сондықтан ішін ашып қараңдар. Жылтыраққа қызықсаң, адасасың адамдар. Өз тілін сезбеген бала, ана сүтін татпаған жетіммен бірдей. Әйелге жылаған да жарасады, ол одан жанын тазартады. Әйелдің әйел екенін танытады. Мен жыламайтын, жылай білмейтін әйелдерден қорқамын. Олар арамдық пен жауыздыққа жақын. Бір көңіл болады, кері қайтпайтын. Бір достар болады, сенім артпайтын.